Сабағымыз 6-ші сабақ заттың атын білдіретін сөздер. Бірінші аты мәтінді түсініп оқы. 1 минут дейді. Талғат ылғи кешігетін. 1 минут тұра тұрыңдаршы деп тостырып қоятын. Қыста шаңғы жарыс өтті. Оның досы Санжар 1 минутқа озып келді. Сонда әкесі жымиып былай деді: ештеңе етпес, 1 минут уақыт па? Уақытты бағалайық, балалар. Мен оқимын, мен ойлаймын, ойнаймын, иә? Кітабымнан екен, иә? Талғат қандай бала? Талғат жалқау бала, иә? Оның үнемі кешігетіні дұрыс па? Әрине дұрыс емес, иә? Адам деген уақытты бағалай білу керек. Сол 1 минуттың арасында, кешіккен арқасында ол озбай ұтылып қалып отыр, иә? Балалар, шаңғы сөздерін сұрақ қой дейді. Кімдер? Балалар. Не? Шаңғы, иә? Осындай сұрақ қойылады екен. Міне. Адамға қатысты сөздер кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Ұстаз, ата, әже, әке, дәрігерлер. Заттар мен жануарларға қатысты сөздерге нелер деген сұрақтар қойылады. Балта, балға, орындықтар, сиыр, қой, бұзаулар. Екінші аты көркем жаз. Жаяу жүру өте пайдалы. Денсаулықты жақсартады. Көңіл күйді көтереді. Үшінші аты суреттерге қара, сұрақтарға жауап жаз дейді. Бұл жерде не көріп тұрсыздар? Бұл не? Бұл не дейді? Бұл жерде бұл велосипед. Бұл шаңғы. Бұл хоккей. Бұл шахмат. Бұлар ойын түрлері екен, иә? Мені қараңыздар, естіп жазасыздар. Енді бізде 4-ші аты берілген сөздерде кімдер сұрағына жауап беретін сөздерді айналдырып, берілген сөздерде кімдер сұрағына жауап беретін сөздерді айналдырып айт дейді. Бала, адам, дос дейді. Бұл жерде қараңыздар. Бала, балалар, адам, адамдар, дос, достар, бала. Кім бала? Балалар, кімдер? Балалар. Адам, кім? Адам. Кімдер? Адамдар. Дос, кім? Дос. Кімдер? Достар. Бұл жерде көпшілік түрде тұр, иә? Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.